Жаратылыстану пәні, 1-ші сынып. Қалай дұрыс тамақтану керек? Сен бүгін сабақта дұрыс тамақтану жолдарын білетін боласың. Зиянды тағам түрлерімен танысасың. Бүгінгі сабағымыздың тірек сөздері пайдалы тағам, тамақтану пирамидасы. Ал ендеше кеттік. Адамдар не үшін тамақтанады? Сен қалай ойлайсың? Дұрыс айтасыңдар. Денің сау болу үшін дұрыс тамақтану қажет екен. Әр халықтың ұлттық тағамдары болатынын білесің бе? Өте жақсы. Ендеше мына суреттегі барлық тағам түрлерін ата. Сен олар туралы не білесің? Қалай дұрыс тамақтану керек? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Дұрыс тамақтану адамның денсаулығына пайдалы. Әрдайым уақытылы тамақтану керек. Ендеше жұмыс дәптеріңізді ашып, 22-ші жұмыс парағы пайдалы тағам. Әжеңе көмектес. Тек пайдалы тағамдарды боя. Балалар, дені сау болу үшін қандай тағамдар қажет? Дұрыс айтасыңдар. Пайдалы тағамдарға ет, балық, жұмыртқа, сүт өнімдері, ботқалар, жеміс-жидектер, көкөністер, жаңғақтар жатады екен. Сен білесің бе? Биенің жаңа сауылған сүті өте пайдалы. Мұндай сусынды саумал деп атайды. Артық тамақ жеу денсаулыққа зиян. Шеңбердегі қандай азық-түлік бейнеленген? Газдалған тәтті сусындарды және жылдам әзірленетін тағамдарды, мысалы гамбургер, жиі пайдалануға болады ма? Газдалған сусындардың құрамында қант өте көп. Жылдам әзірленетін тағамдардың құрамында түрлі дәмдеуіштер болады. Олар адам денсаулығына зиян. Асты асықпай жақсылап шайнау қажет. Ғалымдар адамның денсаулығына пайдалы азық-түлікті көрсету үшін тамақтану пирамидасын ойлап тапқан. Ендеше зерттейік, өзің жиі тұтынатын азық-түлікті пирамида сатыларын қалай орналастырар едің? Тапсырманы орындаймыз. Жұмыс дәптерімізді ашып, тапсырманы орындайық. Аспаз болып көр. 3 күнге арнап ас дайында. Есіңде сақта. Адам ағзасының өсуі мен дамуы үшін пайдалы тағамдарды қолдану керек. Балалар, дұрыс тамақтанып жүріңдер. Сау болыңдар.